Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымда ерекше алғашқы видеомен бөліскім келіп отыр. Бүгін әжеміздің 80 жасқа толған күні болып жатыр. Соңына дейін бірге болыңыздар. Апа, туған күніңіз құтты болсын. 100 жасаңыз. Ол қыздар. Әжетай, әулетіміздің киесі, барлығымыздың ақылшымыз, шаңырағымыздың берекесін кіргізіп отырған асылжан өзіңізсіз. Беліңіз қайысқанша еңбек етіп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мейіріміңізді төге жүріп, күтіп баптап өсірген ұл қыздарыңыз өркен жайып, бүгінде бір-бір шаңырақты құрап, өсіп өнді. Сол үшін ұрпақтарыңыз сізге мәңгі қарыздар. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Алла сізге күш қуат берсін. Ұл қыздарыңыз бен немере шөберелеріңіздің ортасында әрдайым жүзіңізден шуақ шашырап, қызығына тоймай жүре беріңіз. Ақ айдынға салып бақыт кемесін, жарқын жүзбен қуанышпен келесің. Құтты болсын 80 жасың әжетай, өзіңізді бір құдайым демесін. Бәйтерексіз жапырағы жайқалған, барша жұртқа жақсылығың байқалған, есен болсын ұрпағыңыз көрінген, ән қалықтап, күй төгілсін төріңнен. Бақ орнасын әрдайым басыңызға, жас қосылсын әжетай жасыңызға, отбасына қуаныш сыйлап талай, амандықпен жетіңіз 100-ге қарай. Енді бір езерге сөйлеткенсі бола келіңіздер. Алғыз әнін қабыл оқпайса, сіздерді көрметеріңізге. Anamның ақ жауы
Әже, туған күніңізбен өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жасыңыз 100-ге жетсін. Әже, туған күніңізбен ауырмаңыз, 100 жасаңыз. Біздің ортамызда әрқашанда күлімсіреп жүре беріңіз. Әже, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Ешқашан ауырмай жүре беріңіз. Әже, туған күніңіз құтты болсын, 100 жасаңыз. Әже, туған күніңізбен 100 жасқа толыңыз. Денсаулығыңыз жақсы болсын. Әже, туған күніңізбен бақытты болыңыз, 100 жыл жасаңыз. Осылай сіздің тойларыңызды көріп, осылай ойнап күліп жүре беріңіз. Әже, туған күніңізбен денсаулығыңыз жақсы болсын. Ауырмаңыз. Әже, туған күніңізбен құтты болыңыз. Әже, сақтыры. Әже, туған күніңізбен бізді сені қатты шашы көреміз. Менің алтын әжем, сізге мол бақыт, жасыңыз 100-ге жетсін, қартаймаңыз, алдымызда ойнап күліп жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз. Әже, туған күніңіз құтты болсын, 100 жасаңыз, біз сізді жақсы көреміз. Апа, туған күніңіз құтты болсын, 100 жасап, әрқашанда күліп жүре беріңіз. Ешқашан қайтармаңыз. Біздің арамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Және де жұлдызыңыз жарқырап, аспаныңыз ашық жүре берсін. Туған күніңізде. Әже, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, ешқашан ауырмаңыз және қартаймаңыз. Біз сізді жақсы көреміз. Апа, бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын, 100 жасаңыз. Немере шөбелеріңіз қызығын көре беріңіз. Әже, 80 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Бұйырса жасыңыз 100-ге жетсін, ауырмаңыз. Туған күніңізбен біз сізді жақсы көреміз. Апа, туған күніңіз құтты болсын. Сізде осы өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Мен кішкентай кезінен қараған сіз болдыңыз. Сол себепті маған өмір ерекше жан болып қаласыз. Әрине. Осы Алланың берген жасын тек мәнді, керемет, есте өмір бойы бізде де қалатындай, сіздің балашағыңызда қалатындай керемет өтсін. Мен сізді өте қатты жақсы көремін. Туған күніңізбен, апа. Апа, 80 жас туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, ешқашан ауырмаңыз, арамызда күліп ойнап 100 жасаңыз. Апа, туған күніңізбен құттықтаймын шын жүректен. Естіп арамызда біздің ең сүйкімді, ең сүйікті, ең бауырмашыл әжелеріңіз болып жүре беріңіз. Сіздің бойыңыздағы көптеген қасиеттеріңіз біздің бойымызға келсін деп тілеймін. Біздің ортамызда тек жақсылығынан, тек жақсы заманда жүре беріңіз. Және осындай күндеріміз өте көп болсын. 100-ден асыңыз, апа. Сізді ортамызда жүргеніңізді қалаймыз. Және бақытты болыңыз әрдайым. Рахмет сізге. Бүгінгі апамыздың туған күні құтты болсын. 80 жас деген ол өте үлкен жас. Апамыздың осыншама қанша немересі бар, 30 немересі, 24 шөбересі бар екен. Біз қате өзімізді білген жоқпыз. Апамыздың жасы ұзақ болсын, біз оны өте жақсы көреміз. Біздің нағашы апамыз, бірақ өз апамыздай болып кеткен. Бізге де сондай жас бұйырсын, апам ұзақ өмір сүрсін. Баршаңызға соны тілеймін. Айлин, привет. Твой. Айым, привет. Туған күніңізбен де. Туған күніңізбен де. Туған күніңізбен де. Молодец.
келіп отқан бүгінгі апамыздың туған күнімен келіп отырмыз. Апа, сіздер биыл 80-ге келдіңіз, Құдай қаласа. Әлі 100 жасаңыз, одан жоғары жасаңыз, Құдай қаласа. Шөпшек көріңіз, Құдай қаласа шөбере көріп жатсыз. Сіздің жасыңызды осы біздің жас жеңгелерімізге, қыздарымызға, аға әпкелерімізге бұйырсын. Сізді туған күніңізден шын жүректен құттықтаймыз. Апа, бүгінгі 80 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болып, осылай ортамызда ойнап күліп жүре беріңіз. Жише, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, әрдайым осылай жарқырап алдымызда жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз, мақтан тұтамыз, сізбен мақтанамыз. Апа, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, 80 жасыңыз. Құдай қаласа 100 жасаңыз, ортамызда өйстіп аман есен жүре беріңіз, деніңіз сау болсын. Сіз барда біз өйстіп әрқашан баладай боп еркелеп жүре береміз. Бауырларымыз аман болсын, барлығымыздың отбасымыз аман, деніміз сау болсын, ортамызда күліп ойнап басшымыз болып жүре берсін. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, ешқашан қартаймаңыз. Жеңше, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жеңше, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Ұл қыздарыңыздан тараған немерелеріңіз көбейе берсін. Алла тағалам шөпшек көруден нәсіп етсін, бақытты болыңыз. 80 жылдығыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Мына бала-шағалар немерелеріңіздің рахатын көріп, 80 емес 90, 100-ге келіңіз. Немере шөберелі болыңыз. Бақыт тілейміз. Сол мен айтарым. Жише, ғұмырыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, бауырымыз бүтін болсын. Осы бала-шағаларыңыздың қызығын көріп, ортасында жүре беріңіз. Анасы бар адамдар еш уақытта қартаймайды деп, сіздің арқаңызда біз жас боп, бала боп, алдыңызда күліп ойнап жүре берейік. Деніңіз сау болсын, дастархан кеңге жайнылсын, басымыз тек қана қуаныш пен жақсылықта қосылсын. Ал, алтын жеңешем, мына бүгінгі төл мерекеңіз құтты болсын, 80 жас. Өте керемет өтіп жатыр. Тағы да осы мынау ұлдың қыздың арқасы мынау 80 жасты тойлаған да бар, тойламаған да бар. Мына ұлы жақсы, қызы жақсы аналар қартаймайды дейді. Мына өте керемет той өтіп жатыр. Мен нағашыларыма үлкен рахмет айтам барлықтарыңызға. Той керемет өтіп жатыр. Тойға аласың. Фатима апа, 80 жасыңыз құтты болсын. Арғашан арамызда осылай күліп ойнап, 100 жасаңыз, той құтты болсын. Апа, туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өстіп жылда туған күніңіз тойлап жүре берейік. Алла бұйыртса шөпшек көріңіз, апа, 100 жасаңыз. Әже, туған күніңізбен деніңіз сау болсын, ортамызда қазынамыз болып жүре беріңіз. Сізбен мақтанамыз, сізді үлгі тұтамыз. Ал апа, мынау туған күніңіз құтты болсын, Құдай қаласа мынау 80 жасыңызды тойлап жатырмыз. Бұдан да 100 жасыңызды тойлайық, бұдан кейін бұйырса Алла жазса. Деніңіз сау болып, осындай немере шөбереңізді ортасында ойнап күліп, шөпшек сүйіңіз бұйырса Алла қаласа. Тек деніміз сау болсын, аспанымыз ашық болып, еліміз тыныш болып, мынау індеттен аман есен құтылып, тек жақсылықта, тойда, осындай қуанышта ұзақ ғұмыр кеше беріңіз. Апа, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Сізді жақсы көреміз, сізбен мақтанамыз. Сізде апамыз барында мақтанып жүреміз әрдайым. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, 100 жасаңыз, ауырмаңыз. Әрқашанда ортамызды үстіп құлпырып жүре беріңіз. Бар жақсылықты тілеймін, жаным апашым. Апа, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, Құдай қаласа. Әрқашанда үстіп ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз. 120 жасаңыз, үстіп Құдай қаласа тек қана тойыңызда күліп ойнап жүре берейік. Шөбереңіз, немерелеріңіз көп болсын. Әже, туған күніңізбен
Әрқашанда күліп ойнап ортамызда аман есен шауып жүре беріңіз. Құтты болсын, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, 100 жасаңыз. Ол қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіз, немене көріңіз, Құдай қаласа. Деніңіз сау болсын. Апа, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, 100 жасаңыз, немере шөберелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз. Қарақат, сәлем. Әженің туған күніне қош келдің. Енді саған сұрақ. Әженің ең үлкен немересінің аты кім? Әжемнің ең үлкен немересінің аты Жанзақ көке. Сәлем, Аяука. Әжен туған күніне қош келдің. Саған сұрақ. Әженің ең үлкен шөбересі кім? Мен. Ең кішкентай шөбересі кім? Айлин. Әженің немересісің бе, шөбересісің бе? Немересісің, я. Қайталап отыр бұл мен сөзімді. Шөбересің де? Шөбересі апаны бұл. Әженің ең үлкен баласы кім? Ата. Әженің ең кіші баласы? Папа. Ойбай, папа. Шатасы кетіппін Альмира әпке. Әженің қанша ұлы бар? 3. Әженің қанша қызы бар? Жетеу. Сен білесің ба? Әженің 7 қызы бар. Есімдерін айтайықшы қыздарының. Ең үлкені Крал әпке, Гүлжан әпке, сосын Шахар әпке, Гүлзир әпке, Маржан әпке, сосын Альмира әпке. 6 қызы бар. Әженің туған күні қай күні және қанша жасқа толып жатыр? 27-сі 80 жасқа толып жатыр. Әже, үлгі өп кішкентай күніміздің. Әже, адаспай келеміз өзіңізден. Әже, мейірім төгілген жүзіңізден. Шуалымыз. Әже, аяулым өзіңмен мақтанамын. Әже, немерем тілейді бақ әнін. Әже, естірсін еліңнің мақтағанын. Тілеймін жан әже. Туған күніңізбен әже, біз сізді жақсы көреміз. Ал енді бүгін біз апамыздың туған күніне келіп қалдық. Апамыз бүгін 80 жасқа толып отыр. Бұл 80 жас деген өте апамыздың түріне қарасаң ешқандай 80 жас беруге болмайтынды сияқты. Бұл кісі өте әдемі қартайған кісі. Мынау қазір енді немере шөбере сүйіп отыр. Шөбересінің алды қазір 6-7 класс оқиды. Енді Құда қаласа шөпшекке де жете берсін анамыз. Бұл кісі енді жапырағын жайған үлкен бәйтерек. Ұлдарының, қыздарының бәрін ұлын ұяға, қызын қияға қондырып отыр. Барлығымызға, осы тойға жиналған қауым, барлықтарыңызға да осы апамыздың жолын берсін. Бәрімізге де апамыздың жолын берсін. Аман болайық, сау болайық. Ал тойшыл қауым барлықтарыңызға да осындай жақсылық тілеймін. Аман болайық. Құрметті, бүгінгі тойға жиналған көпшілік ағайын туыс құда жекжат. Бүгінгі анамыздың 80 жылдық жасына тойға жиналып, бұл енді бір 80-ге келіп есеп беру
жиналысы сияқты ғой. Бұл 80-ге келдім, не ектім, не өсірдім, не өндірдім дегенде. Мынау анамыз әкемізбен жақсы ғұмыр кешті. Мынау әкеміз ерте кетсе де анамыз ұл қызды өсіріп, өндіріп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырды. Мынау ендігі жерде сол өсірген бейнеттің зейнетін көріп, Құдайға шүкір, мына бүгінгі күні 80 жылдық жасын тойлап отырмыз. Мына торқалы тойы құтты болсын дейміз. Анамызға тек дені сау болсын дейміз, өмір жасы ұзақ болсын дейміз. Осы ұл қызының қызығын көрсін, немере шөберелерінің қызығын көрсін, шөпшектің алақанына май жаласын дейміз. Дені сау болсын, 100 жасасын, сол кісінің жасын, жолын біздерге берсін дейміз. Ол қыздары немерелеріне. Тек осы той жұғысты болсын бәрімізге, той қаласын. Мына келген көпшілік қауымға той құтты болсын дейміз. Осы анамыздың жолын берсін дейміз, жасын берсін дейміз. Барлық жастар өсіп, өнсін, тек осындай тойда жақсылықта бас қосуға Алла нәсіп етсін дейміз. Той құтты болсын, той қаласын. Ал енді мынау апамыздың 80 жылдық тойына келіп жатырмыз. Той өте керемет өтіп жатыр. Апамыздың 80 жылдығы құтты болсын. Мерей тойы Құда қаласа апамыздың жасы ұзақ болсын. Немерелері, шөберелері ортасында өстіп әдемі болып, қуаныштарында ортақтасып жүре берсін. Құдай қаласа шөпшекке жетсін. Тек қана апамыздың жасы ұзақ болып, сол кісінің апамыздың жасын бәрімізге бере берсін, жұғысты болсын бәрімізге осы жақсылық, қуаныш той. Тек қана бәріміздің басымыз, мынау ағайын туысқан жекжат жұрат бар. Бәріміз тек қана осындай жақсылықта, қуанышта, тойда кездесейік. Той құтты болсын. Біздің отбасылығы анамыздың туылған күніне келіп атқан көпшілік қауым, ағайын туыс, құдай жекжат, бала шаға, немере, ағайын туыстар, жора жолдастар, барлықтарыңызға үлкен рахмет, алғысымызды айтқымыз келеді. Бүгінгі Фатима анамыздың 80 жылдығы құтты болсын, жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Тек қана бала шағаларының қызықтарын көріп, ағайын, туған, туыс, құдай жекжат, немерелер, шөберелердің алдында қызығымызды көріп, рахатымызды көріп, тек жақсы шағымызды көріп, аман есен жүре берсін. Осы өсіп өнген әулеттің үлгілі келіні болды, енді енесі болды, енді апасы болды, әжесі болсын. Шөберелердің қолынан май жаласын. Сол анамыздың жүрген ізі, жолы, ақылы, даналығы, бізге берген өмірлік қасиеті өмір бойы азық болсын. Соның бәрін үлгі тұтып, бізде барған жерімізде ағайын туыстың ортасында, қайын жұртымыздың алдында, бала шағамыздың алдында сол кісілердің берген тәрбиесіменен өмір бойы жақсылығын көрсетіп, рахатына пайдамызға асырып, осындай жақсы нәрселерімізді үлгі тұтып, тойлап жүре берейік. Соған жеткізсін, бізге жұғысты болсын, отбасымыз, бала шағамыз аман болсын. Тек қана тойда жақсылықта жүрейік. Бүгінгі келген біздің тойымызды көпшілік келгеннің тек қана ең бастысы аман есен келіп, аман есен тарқағанымыз бізге ең керегі осы. Заманымыз тыныш болсын. Бауырларымызға да үлкен рахмет. Әулеттегі келін бар, ағайын туыс бар, немере бар, жекжат бар. Тек қана айтар алғысымыз шексіз. Тек тойда жүрейік, амандықта болсын, заман тыныш болсын. Ал мына бүгін апамыздың 80 жас мерей тойы болып жатыр. Құдай қаласа той керемет, өте қызықты өтіп жатыр. Күйеу балаларының атынан тек қана ол кісіге ұзақ ғұмыр тілейміз. Немере шөберелерінің ортасында қызықшылығына тоймай аман есен ортамызда мәуелі бәйтерек болып жүре берсін сол кісі. Сол үлкен кісілеріміз аман болсын. Ол кісіге дүниедегі бар жақсылық тілейміз. Ардақты анамыздың мерейлі өзінің торқалы тойы дейді ғой қазір енді. Ол торқалы деген ерсі көрінгенменен өзін жасына лайық. 80-ге жеткенде бар, жетпегенде бар анамыздың. Сол жасын бәрімізге жұғысты қылсын. Аман есен 9 баладан тараған ұл қыз, келін бала шаға, немере шөбереге
дендері сау, жастары ұзақ болсын. Анамыз сияқты бір ибалы, бір инабатты, бір еліне қалаулы, елеулі, бір кереметтей бір ана болып, осындай үлкен бір құрметпен тойлайтындай бір осындай қуаныш бәрімізге жұғысты болсын. Деніміз сау болсын. Осы кісіде өсіп, өніп, 6 қыз, 3 ұл, 9 құрсақ көтерген. Сол 9 құрсақтың бүгін ең үлкен ағамыз, 9-ымыздың ең үлкен бас көтерген әкеміздің орнына Нұрлыбай аға, Нұрлыбай, Мейлібайдың ұлы, жаңағы келіндерімен, ұлдарымен кереметтей бір сәлемдерін салып, үлкен жеңгеміз кереметтей өзін бір өнегелі, өсиетті бір керемет ізгі, жаңағы із басар бір керемет нәрсесін қалдырып кетті. Сол бәрімізге жұғысты болсын. Ауыз біршілік, сыйластық, еліміз заман жұртымыз тыныш болсын. Өсіп, өнген деген осы шығар. Бүгінгі көрсеткен кереметтей қалған сәлемдеріңе рахмет, ұзағынан болсын. Үбірлі-шүбірлі болыңдар, сол аталарының, апаларының батасын алып. Керемет осындай үлкен той әрқашанда Бекболаттар әулетінде бола берсін. Алла тағала әумин десін. Бүгін апамыздың 80 жас мерейлі тойына келіп, той жасап, бала шағалары үлкен той жасап, жақсы өткізіп атқардық деп ойлаймын. Бәрі жақсы болды. Құда қаласа осындай той барлық отбасыларға жұғысты бола берсін. Немерелері, шөберелері бола берсін. Барлық отбасыға жақсылық тілеймін. Бүгінгі анамыздың 80 жастық мерейтойы Құдай қаласа аман-есен өткіздік. Анамыз сыйлап келгендеріңізге барлықтарыңызға көп рахмет. Барлықтарыңыз осындай 80-ге, 90, 100-ге жете беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Мынау бәріне ат салысып отқан ағаларымыз бар, інілеріміз, әпке, жеңгелеріміз, келіндеріміз барлықтарыңызға мың есе алғыс айтамыз. Тек жақсылық той болсын, дендеріңіз сау болсын. Ал апа, туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Немере шөберелеріңіздің, бала шағаңыздың арасында ойнап күліп жүре беріңіз. Ағайын туғанымызға барлық әпкелерге, жезделерге, жеңгелерімізге бәріне рахмет айтамыз. Тойымыз жақсы өтті деп ойлаймыз. Барлықтарыңыз үйлеріңізде той болсын, бәрімізге жұғысты болсын. 100 жас, 80 жас көргеніміз той болсын. Ал, баршаңызға рахмет. Құдай қаласа Алланың нұры жаусын. Алланың нұры жаусын. Анамыздың 80 жылдығы, 80 жасы бәрімізге жұғысты болып, 80 жас тойын атап өтіп, барлық бас құдалардың, құдағилардың, нағасы жұрт, жиендер бар, құдалар бар, бәрінің басын қосып, міне бүгін әйтеуір осы анамыздың туған күнін тойлап, бас қосқан күніміз. Аллаға осы күнімізге Аллаға мыңда бір шүкіршілік етемін. Барлықтарыңызға рахмет. Келіндер бар, немере, шөбере, шөпшек, Құдайға шүкір. Міне анамыздың жаңағы 24-30 немере, 24 шөбересі бар екен. Баршаңызға осындай той жұғысты болсын. Осы тойға келген кісілерге Алланың нұры жаусын. Барлықтарыңыз үйлеріңізде осындай той болсын. Барлықтарыңызға осындай қуанышта, үлкен тойда бас қосып, басымыз бүтін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бас қосып, осындай тойда жолға берейік. Барлықтарыңызға рахмет. Келген қонақтарға бәріне көп рахметімізді айтамыз. Осындай той бәріне жұғысты болсын. Не дейміз, деніміз сау болсын. Құдай қаласа тойда кездесіп жүре берейік. Сол үшін бәріне рахмет, үлкен рахмет. Сүйіммен ата жемді, екеуінің ізімін. Атамаған бата берді, әбжін берді жүзігін. Сүйіммен ата жемді, екеуінің ізімін. Жасаған бала шағама рахметімді айтамын. Өмір жастар ұзақ болсын, дендері сау болсын. Барлығына Құда қаласа келіндеріме, немерелеріме, балдарыма менің жасымды берсін, жолымды берсін, аман болсын айналайын. Қуаныштымын Алланың көрсеткен осы қызығына мыңда бір тоба деп
қуанып отырмын айналайын. Аман болыңдар барлығың. Рахмет өстіп жасағандарыңа. Өмір жастарың ұзақ болсын, дендерің сау болсын. Сендердің осы көрсеткен маған қуаныштарыңа рахметімді айтам айналайын. Аман болыңдар барлығың. Рахмет. Айналайын, жаным. Сүйімінен ата жемді, екеуінің өзімен. Ал достар, біздің туған күн үйде де жалғасып жатыр. Керемет көңіл күйдеміз, жақсы өтіп жатыр, Аллаға шүкір. Барлығы у-шу жүрміз үйде, бала-шаға, туған туыс, қонақтар бар. Жалпы, Құдайға шүкір, жақсы өтіп жатыр. Видеоны ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Қазақта өз керемет сөз бар еді. Батырда туған анадан, баладан ананың биігінде бұра анадан туған бар адам. Пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған. Анаға мәңгі борыштар елдегі барлық дарадан деп. Ананың басында басы еміз, ананың қасында. Ендеше аналарымыз аман болсын, төрт көзіміз түгел жиналып осындай Ақтазархан басында керемет жиын болған екен. Ескіден бастап ауылым деген әнмен бүгінгі тумаған сыпырғанды жөн көріп отырмын. Ескі бір ауылға бар қайдайға. Ауылға барып қайдайға. Абонент достар келеді. Абонент достар. Ала берейін. Кегіндерім жалғанды, шалаға жеңіл жетіпті. Арыдан жүріп арманды, ауылдар шығып кетіпті. Ағайын түріп аспан, араласам өсетілі. Атылған қауын астарым, сағыды жүрмесіндері. Ағайын түріп аспан, араласам Туған күнімізді аман есен Аллаға шүкір жақсы атқарып алдық. Барлықтарыңыздың назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.